Баршаңызға сәлем, сіздермен Эльмира. Бүгін сіздермен өте дәмді, әдемі тюльпан самсасын дайындайтын боламыз. Бізге 600 грамм ұн, 200 грамм сары май, 1 ас қасық қант, жұмыртқа, 2-3 қасық қаймақ, 2 ас қасық сұйық май, 1 шай қасық тұз керек болады. Енді сары майымызды алып, үккіштің көмегімен өтіріп, крошка жасаймыз, дәл осы видеодағыдай біріктіріп, яғни ұн мен майды біріктіреміз. 1 қасық қантымызды салып, қаймақты, сұйық майымызды, тұзды, қамыр қопсытқыш, жұмыртқаны салып, бәрін біріктіреміз. Бізде дәл осылай масса болады. Мен 100 граммдай су қостым. Дәл осылай біріккен кезде пакетке салып, тоңазытқышқа 35-40 минутқа қойып аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына 300 грамм ет, 350-400 грамм пияз керек болады, 2 картошка керек болады, қарабұш, тұз, 2 қасық сұйық май. Мен зираны алақаныммен дәл осылай видеодағылай ысып, үгітіп салдым. Өте дәмді болады. Сіздерге ұнамаса салмасаңыз да болады. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, дәл осы жигут жасаймыз, дәл осы видеодағыдай. Кішкене бөліктерге бөліп, енді өздеріңізге қарайсыздар. Үлкендеу болсын десеңіздер, үлкендеу, кішкентай болсын десеңіздер, кішкентай мен кішілеу қылып жасадым. Қолымызбен дәл осы пішін беріп, оқтаумен жұқалап жасап алып, ортасынан шетіне қарай пышақпен кесіп аламыз. Салмамызды салып, дәл осы видеодағыдай шетіне қарай орап, астын біріктіріп, формамызға жайғастыратын боламыз. Тағы да бір рет көрсетейін. Дәл осылай жұқалап жасап, салмамызды салып, дәл осы пішінді беретін боламыз. Өте әдемі самса болады. Тюльпан самсасы өте дастарханға әдемі. Дәл осылай жасап, бәрін листіға саламыз. Жұмыртқамызды жағып, әсемдік үшін кунжут, седана, мак себуіңізге болады. Мен седана бар еді, үйде седана әсемдік үшін пайдаландым. Өте әдемі болады. Дәл осылай бәрін әсемдеп, міне біздің самсамыз дайын болды. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Эльмира. Рахмет баршаңызға.